Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағытына арналған 3-ші тоқсандағы номер 2-ші, 7-ші және 2-ші топ элементтері тарауы бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңыз. Калий бромиді және хлор 2 бізде түзіледі. Калий хлориді және бром 2. Теңестіреміз 2, мына жерге 2 түседі. Келесі магний хлориді және бром 2. Бром хлорды ығыстыра алмайды. Сондықтан бұл жерде реакция жүрмейді. Келесі калий йод және хлор 2. Бұл жерде хлор йодты ығыстырады, яғни реакция теңдеуі жүргізіледі. Калий хлор плюс йод 2 және 2. Натрий фториді және хлор 2. Хлор фторды ығыстыра алмайды. Сондықтан реакция жүрмейді. Келесі тапсырма тотығы тотыстану реакцияларын электрондық баланс әдісі бойынша шығарамыз. Тотығы тотыстану реакцияларының мына жерде феррум хлор 3 оттекпен реакцияласқанда феррум 2 және хлор түзілген екен. Сыйлық бізге жазуға ыңғайлы болады. Енді бұл жерде тотығу дәрежесі өзгеріп тұрған хлор -1-ден 0-ге дейін және оттек 0-ден -2-ге дейін. Енді хлор 2 хлор -1-ден 2 электронды береді. Хлор 2 0-ге дейін. Бұл жерде хлор тотықсыздандырғыш, тысышы. Келесі оттек O2 0-ден 4 электронды қосып алып 2 O -2-ге дейін өзгереді. Бұл жерде 2 және 4 қысқарады, 1 және 2 орнына ауыстырамыз, 2 және 1. Хлордың алдына 2 қоямыз. Мына жердегі оттектің алдына 3, мына жерге 2, мына жаққа 4 түседі. Хлордың алдына сонда 6 кетеді. Төрт, жерде 6. Келесі натрий хлоро. Бұл жерде минус плюс 1 хлорымыз, мына жерде плюс 5 және минус 1-ге өзгеріп тұр. Хлор плюс 1-ден 4 электронды беріп жібереді, хлор плюс 5-ге дейін өзгерді. Ары қарай хлор плюс 1-ден 2 электронды қосып алады, хлор минус 1-ге дейін өзгерді. 4-те 2 қысқарт жібереміз, 2-де 1 орын өзгертеміз, 1-де 2 хлордың алдына 2 қой дейді. Так, натрий хлордың алдына
2 түседі. 3 натрий хлорын алына 3 түседі. Келесі тапсырма. Екінші топ элементтерінің қасиеттері қалай өзгеретінін жазыңыз. Бағытында жоғарыдан төмен қарай. Атом радиусы былай қарай бәрі. Артады. Иондану энергиясы бәрінде кемейді. Электр тестілікте осы бағыт бойынша кемейді. Металдық қасиеті артады. Тотықсыздандырғыш қасиеті де артады. Келесі тапсырма. Барий элементінің құрылымдық формуласын жазыңыз. Барий 56-шы элемент бізде. Так, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, так, 5s2, 4d10, так, 4d10, 5p6, 6s2. Келесі тапсырма. Бізде табиғаттағы көміртек айналымының диаграммасын қарастырып жатыр. Сандардың астына қандай заттар жасырылған? Біріншіде көмір қышқыл газы CO2, газы. Екіншіде бұл жерде де көмір қышқыл газы, бірақ судағы CO2. Немесе еріген көмір қышқыл дейміз. Үшінші схемада бұл жерде уже көмір қышқыл. Келесі төртінші тапсырмада кальций карбонаты және шөгінді жыныстар берілген. Бізде кальций CO3, 5 магний CO3. Доломиттер және әктас бор.